Сәлем достар, менің есімім Мэри, жасым 16-да. Айтыңыздаршы, сіздер зомби туралы фильмді көргенді ұнатасыздар ма? Мен мысалы олардан қатты қорқам. Қалай ойлайсыздар? Осындай жағдай шынайы өмірде болуы мүмкін бе? Сол кезде барлығымызға қашып, тығылуға тура келеді. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Ал мен сіздерге қазір өзімнің оқиғамды айтып беретін боламын. Бұл оқиғада мен өзімнің үйімнен не тауып алғанымды және барлығы қалай аяқталғанын білетін боласыздар. Біз ата-анаммен басқа қалаға көшіп келдік және үй сатып алдық. Үйіміз 2 қабатты және жасыл газоны бар. Барлықтарыңызда осындай үй екеніне мен сенімдімін. Бірақ ата-анам үйден кетіп қалған кезде мен үйімізден құпия нәрсе тауып алдым. Мен баспалдақ арқылы бірінші этажға түстім. Бірақ баспалдақтың біреуі біртүрлі сықырлады. Неге бір ғана баспалдақ дыбыс шығарып тұр? Алдыңғы жолы мен жай ғана байқамай өткен сияқты болғам. Бірақ осы жолы